Эклер. Қамыр дайындау үшін сотейникке сары май, сүт, су, аздап қант және тұзды салып, орташа отта қыздырамыз. Қайнап кетпей тұрып, ұн қосып, шпательмен немесе ағаш қасықпен қарқынды түрде араластырамыз. Қамыр біртұтас түйінге айналғанда, оттан алып, жылығанша суытамыз. Одан кейін қамырға біртіндеп 4 жұмыртқаны бір-бірлеп қосып, әр қосқан сайын миксермен немесе шпательмен жақсылап араластырамыз. Қамыр қою пішінін жақсы ұстайтын болады. Дайын қамырды кондитерлік қалтаға салып, пергамент үстіне саламыз. Сулы қолмен қамырдың ұшындағы ұсақ құйрықшаларды тегістейміз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, отпен пісіреміз. Крем үшін майлы кілегейді қойландырылған сүтпен араластырып, қойланғанша миксермен шайқаймыз. Крем дайын. Қамыр пісті, эклерді жинауға болады. Эклерге кішкене тесіктер жасап, ішіне крем толтырамыз. Қалауыңызша үстіне ерітілген шоколадпен сәндеуге немесе қант ұнтағымен себуге болады. Эклерлер дайын. Тірі желаниемен бірге дайындаңыз.